Мен номері 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжінің 31 топ білім алушысы Мұсахан Іңкәр. Жазғы педагогикалық практикаға дайындық. Практика жетекшісі Бекмедетова Фарида Қатамбаевна. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырып рәміздер ұлттық мақтанышымыз. 4 маусым мемлекеттік рәміздер күні. Мемлекеттік рәміздер ту, елтаңба және әнұран Қазақстан Республикасының дербестігі мен тәуелсіздігін бүкіл әлемге танытушы әрі мемлекетіміздің өткені мен бүгіні және болашағы арасындағы сабақтастықтың жарқын көрінісі. Сондай-ақ рәміздер халқымыздың мұқалмас рухын, қаһармандығы мен даналығын, асқақ арман тілегін жеткізетін құнды белгілер. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы конституциялық заң 2007 жылы 4 маусымда қабылданды. Осы заңға сәйкес жыл сайын 4 маусым Қазақстан Республикасында мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді. Туым намыс, ұраным бірлік, рәміздерім мақтанышым. Қазақстан туымен тұғырлы, ел таңбасымен еңселі, әнұранымен айбарлы. Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас. Ал балалар, енді сендерге сұрақтар қояйын, сол сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне нелер жатады? Дұрыс айтасыздар. Ту, елтаңба, әнұран жатады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туында қандай түстер кездеседі? Иә, көк және сары. Қазақстан Республикасының әнұраны неше рет ауысты? Дұрыс, балалар, 2 рет. Мемлекеттік елтаңбада кездесетін аспан денесі қандай? Жұлдыз. Дұрыс. Мемлекеттік тудың ұзындығы мен енінің қатынасы қандай? Иә, балалар, 2-де 1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері қабылданған жыл. Жарайсыңдар, балалар, 1992 жыл. Мемлекеттік рәміздер күні. 4 маусым. Мемлекеттік туда бейнеленген еркіндікті білдіретін құс қандай құс? Керемет, балалар, дұрыс айтасыңдар. Қыран бүркіт. Мемлекеттік елтаңбада бейнеленген жануар. Қандай жануар? Қанатты пырақ. Дұрыс. Қазақстан Республикасының жаңа гимні алғаш рет қандай жиында орындалды? Ел президентін ұлықтау рәсімінде. Мемлекеттік тудың авторы кім? Жарайсыңдар, балалар. Шәкен Ниязбеков. Мемлекеттік елтаңбаның авторларын атаңдар. Керемет, балалар. Шотау Әлиханов және Жандарбек Мәлібеков. Мемлекеттік гимннің әнін жазған әйгілі композитор кім? Жарайсыңдар, балалар. Тағы да дұрыс жауап беріңдер. Шәмші Қалдаяқов. Мемлекеттік гимннің сөзінің авторларын атаңдар.
Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, ендігі біздің тапсырма. Суреттің орнына қажетті сөздерді қойып айтамыз. Отан, оттандастық. Ел іші алтын бесік. Дұрыс. Отан отбасынан басталады. Туған жерге ту тік. Ал енді балалар, көк ту туралы ертегіні көрейік. Ассалаумағалейкум, әке. Вағалейкум ассалам. Амансыңдар ма, қарақтарым? Сәлем бердік, ата. Рахмет, көп жасайын алайын. Мағжанды ақыры алып келіпсіз ғай. Мағжан, қал қалай? Жақсы. Ата, шай ішіңіздер. Дастарханға береке берсін. Кетпес дәулет, кең пейіл берсін. Денсаулықтарың мықты болсын, қарақтарым. Аумин, Аллаху акбар. Аулаймақ аман ба, әке? Айя, Інім, ауылдағылар жүр кел, қой бәрі. екеуміз ойнайықшы. Әркім өзінің жұмысында, мына Мағжанымызда міне жігіт боп қалды. Осы қалаға келіп, бір істегенім үлкен орындардан бұзық жақсы білім болма. алса дейміз. Атау, зерігіп кеттім. Далаға шығайыншы. Бұл қала ғой, балам, адасып кетті. Әке, біздің ауланың балалары жақсы. Балам, сен осы ауладан ұзақ кетіп қалып жүрме. Жарай ма? Мен де ойнайыншы. Сен қайдан келдің? Атың кім? Қайда тұрасың? Мен ауылдан келдім. Атым Мағжан. Атамның баласымын. Мұнда қыдырып келдің бе? Жоқ, енді қалада оқимын. Атам қалада оқыған жақсы. Бәрі бар, спортқа қатысасың деді. Илхам, атаң яшы қаншада? 75-те. Менің атам күшті ғой, ақылды. Ауылдағылардың бәрі сыйлайды. Мен де атамның баласымын деп ойлап жүргем. Сөйтсем, атамның немересі екенмін. Не салып жатырсыңдар? Қала, біздің қала Қазақстандағы ең әдемі қаланың бірі болады. Мен сәулетші боламын. Ал мен ғарышкер болғым келеді. Тоқтар атам сияқты. Алақай, ура! Папам маған велосипед алып берді. Ура! Алақай, ура! Өй, мына біздің көк ту ғой. Дене, бұл менің туым. Бер дедім. Бермеймін. Бермеймін. Мәссаған. Ай, ой. Не істедім? Мамам ұрсад. Менің туым. Мағжан, бұның дұрыс болмады. Сен неге Диманы ренжіттің? Әй, қойшы оны. Біздің туымызды белсебетіне тағып алып, ойыншық қылып жүр ғой өзі. Сен неге өйтіп айтасың? Бұл бәріміздің туымыз. Сенің де, менің де, Илхамның да. Иә, бәріміздің туымыз. Бәрібір оныңкі дұрыс емес. Неге? Солай. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Ата-та-та, ата-та.
Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allohumma antassalam, antassalam. Ботақаным менің. Атаң намаз оқып жатқанда кедергі жасама. Жарай ма? Дұрыс, балам. Сен онда мысықпен ойнай тұр. Ата, қараңыз, менде еліміздің туы бар. О, айналайын құлыным. Сен оны қайдан алдың? Бір орыс баладан тартып алдым. Не дейді? Белсебетіне тағып алыпты. Біздің туымызды қор қылып. Әй, бұл ісің дұрыс болмапты. Ят болды ғой құлыным. Неге? Ол орыс емес пе? Әлгі орыс бала да Қазақстан азаматы балам. Туымызды қадірле білген екен. Осындай өзге ұлт өкілдеріне біз тек ризалығымызды білдіруіміз керек. Не үшін? Ата! Уақыт та жақындап қалыпты. Теледидарды қосайық. Қазір финалға біздің Ильямыз шығады. Құдай қаласа ол екінші мәрте Олимпиада жеңімпазы болайын деп жатыр. Қазақстан, алға! Алға, Қазақстан! Қазақстан жеңді! Алға, Қазақстан! Сіздер неменеге қуанып жатырсыздар? Илья қазақ емес қой. Ой, о не дегенің құлыным-ау! Илья дәл қазір бүкіл әлем алдында Қазақстанның абыройын көтерді. Соның ерлігінің арқасында мемлекетімізді дүние жүзі танып жатыр. Қазақстанның бақыты оның көп ұлттылығында деп айтқан Нұрсұлтан атаң. Осы есіңде болсын, балам! Алтынның аспаны, алтыннан даласы, ерлігін дастаны, еліне қаршы. Ежелден елдеген даңқымыз шықты ғой, Намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менің елім, гүлің болып егілемін, жырың болып төгілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Көмектесіңізші. Батпырауығымды алып беріңізші. Қойдың? Ол тал бұтақтарына ілініп қалды. Қане, көрсет маған батпырауығыңды. Ұста. Рахмет. Ағатай, сіз қандай батылсыз? Бұдан бұлай ашықтау жерге ойна. Сен не істеп жүрсің? Қане, үйге жүр. Жолама бізге. Мен сенімен ойнамаймын. Дима, мен сені ренжіткенім үшін кешірім сұрағалы келдім. Дос болайықшы. Айттым ғой саған, ойнамаймын сенімен. Қойшы енді, кешірші мені. Қаласаң, мен саған асық ойнауды үйретейін. Асық дейсің бе? Оны қайдан аламыз? О, менде асық көп. Міне, қара. Мәнге бәрің. Маған да берші. Мені де Мен де үйретші. ойнайын, ей. Мына сақа менікі болады. Алшы табан. Қаласаң, велосипедіммен серуендеп қайтсаң болады. Қарындасыңды отырғызсам бола ма? Әрине.
Ал балалар, сендер ертегіні көріп шықтыңдар. Осы ертегіден өздеріңе ой түйдіңдер деп ойлаймын. Сәлем хаттай ол маған болашаққа жолданған, рәміздері елімнің атазаңмен қорғалған. Ал балалар, сендер болашақ ұрпақ еліміздің рәміздерін құрметтеп қорғауларың қажет. Осыны естен шығармаңдар. Бүгінге осы, сау саламатта болыңыздар.